Жалғыз басты әке, науқас баласын тәрбиелейін деп қатты қиналып кетеді. Керек болса жұмысынан да айырылады. Баласының бір рет күлімсірегені үшін барлығына дайын еді. Сәлем достар, бүгін біз сендерге «Давай, сынок» деп аталатын драмалық фильмге шолу дайындадық. Но что бы я ни делал, он не смотрит на меня. Даже папой не зовет. Я так не могу. Фильм кішкентай баланың жылап жатқан жерінен басталады. Бұл жігіттің есімі Али. Ол жылап жатқан баласына әкесі қарай алмай отырғанын байқап, лезде жетіп келеді. Бала әкесінің қолында тыныш ұйықтауға кіріседі. Али баласына әкеде, анада бола алмай жүргенінен қысылады. Сол кезде оған әкесі сабырлы болу керектігін айтады. Өйткені Алидің анасы да Али жас кезінде қайтыс болып, әкесі оны жалғыз өсірген екен. Али баласы өскен кезінде оған айтып беретін тіпті қызық оқиғалардың да жоқтығынан қамығатын еді. Негізінде баланың анасы Лейла тірі. Ол Алимен жай ғана бір түн бірге болған. Бала өсіп келеді. Бұл арада Али де балаға қараумен бірге жұмысын қатар алып жүруді үйреніпті. Олар кемеде өмір сүріп, сол кемеде туристерді қыдыртып түскен ақшасына күн көретін еді. Алайда баланың шуынан кейде туристер тарапынан шағым түсетін. Бір күні турист кемені ауыстыруды талап еткенде, Али баланы алады да кішкентай қайықпен артқа қайтады. Сол кішкентай аралда баласына анасы туралы айтып береді. 15 жыл бұрын Алидің әкесі Хашми Алидің кемешінде ұйықтап қалғанына ашуланып жатыр. Сол күні Али кемені жалғалып жатқан қызды көріп қалады. Ол қыздың Алиге ұнап қалғанын барлығы байқайды. Қыздың өзімен бірге ештеңе алмағанын көріп, оны жақын маңдағы дүкенге апарады. Қыз болса өзін бір түрлі ұстап жүр. Ол тыныш үндемей, қоңырауларға да жауап бермей ойға шомылып отыр. Али әкесіне қыз өзін бір түрлі ұстап жатқанын айтады. Сонда әкесі қызбен сөйлесіп көрмек болады. Бірақ қыз сөйлесуден бас тартып төменге түсіп кетеді. Түнде Али қыздың суға секіргенін көріп, оны шомылуға түсті деп ойлайды. Алайда қыздың көрінбей қалғанынан қорқып, артынан суға секіреді. Ол қызды құтқарып алады және от жағып, қыздың қасына отырады. Қыз жылап бір ауыз сөз айтпай жігіттің құшағына жатады. Сол түні олар сезімге беріліп, түндерін бірге өткізеді. Таң атқанда Али қасындағы қыздың жоқтығын көріп қорқып кетеді. Қызды үйдегілері келіп алып кеткен екен. Оның үстіне қыз ауруда болып шығыпты. 7 жылдан кейін Али баласының тас ойнап отырғанын көріп оянады. Олар мектепке барады. Бірақ баланың қорқып тұрғанын көрген Али оны қайта кетеді. Баласына планшет әпереді. Айтпақшы, баласының есімі Эйфе. Эйфеге пианинода ойнайтын қояндарды тамашалау ұнайды екен. Али Гюнул әпшесіне Эйфемен бірге отыра тұруын сұрап, жұмыстарымен кетеді. Бірақ жолда Алиді танысы Мехмет әңгімеге салып қалады. Бұл уақытта Эйфенің планшеті сөніп қалады да ол көшеде ойнап жатқан балаларды көріп, солардың қасына барады. Әйел өз жұмыстарымен болып оны байқамай қалады. Сол кезде бала бірден есін жоғалтады. Бұны естіген Али тезде ауруханаға жетіп келеді. Уайымда отырған Алиді көрген дәрігер бұл жай ғана қорқыныштың әсерінен болды деп жұбатады. Эйфе ерекше бала еді. Дәрігер әкесіне сабыр етуді түсіндіреді. Али болса ұлына барынша көмектескісі келеді. Алайда баласының тіпті бір ретте көзіне қарамағанына және әке деп атамағанына іштей өзін жеп жүр екен. Ол баласын мені жек көреді деп ойлайды. Эйфе ешбір адамдармен сөйлеспейді. Ол бір нүктеге қарап отыра береді, немесе қағазбен қалам алып бояп отырады. Бір күні Эйфе столдың алдында қағазбен қалам ұстап отырғанда, оның дыбысы туристерге ұнамайды. Олар балаға тынышталуды айтса да қояр емес. Содан кейін туристер кетуді жөн көреді. Олар кете жатып баланы ақымақ, ауру деп боқтап кетеді. Оны естіген Али өзін ұстай алмай қалады. Ол туристерге тап беріп, ұрыс шығарады. Сосын баласының қасына келіп, одан бір рет көзіне қарауын сұрайды. Бірақ бала оған мән бермей өз ісін жалғастырады. Баласының қозғалыссыз отырғанын көріп, көзіне жас алады және ренжіп жалғыз қалу үшін тағы көрші аралға жүзіп кетеді. Кешкісін Али баласымен жүргенде, оны полиция қызметкері тоқтатып, қағазға қол қоюын сұрайды. Жаңағы туристер барлығына шу жасап, шағым түсіріп үлгерген еді. Али полицияға мән жайды түсіндіріп тұрғанда, Эйфе тағы да бір жерге кетіп қалады. Эйфе музыка дауысына қарай барып, пианино қасына келеді де, оның үстіне жатып алады. Баланың өлең дыбысы шыққан жерге бара жатқанын көрген Али қатты қуанып кетеді және ертесіне баласына ойыншық пианино әпереді. Хашмит оған бала бәрібір ол ойыншықпен ойнамайтынын және одан да тамақ әпергені жақсырақ екенін айтады. Бала ойыншыққа қарамай қаламмен сызуын жалғастырып отыр. Бір кезде Эйфе қолын ойыншыққа қояды да ойнай бастайды. Ол ұзақ уақыт ойнап отырады. Сонда туристер тыныш ұйықтай алмағанына ашуланып шығады және тағы ұрыс басталып, адамдарынан айырылады. Али баласын алып тағы көрші аралға жүзіп кетеді. Бір кезде Али баласының әдемі әуен ойнап отырғанын көріп, әкесін оятады. Шалда баланың бұндай әдемі ойнап жатқанына таң қалып отыр. Ол баланы қосымша сабаққа беруін айтады. Келесі күні Али баласына әуен үйрету үшін ұстазға келеді. Баласының тез үйреніп жатқанын көрген жас әке қуанғаннан көзіне жас келеді. Бала шынымен де тез үйреніп жатқан еді. Али қуаныштан мәз болып, әкесімен бұл туралы бөліседі. Ол бұл қуанышты атап өткісі келіп, тоңазытқыштың есігін ашқан кезде оның бос тұрғанын байқайды. Хашмет Алиге олардың үлкен қарызы бар екенін айтады. Оның үстіне олардың барлық клиенттері кетіп қалыпты.
Али әкесіне бұл мәселені шешетінін айтып, қосымша жұмыс ретінде теңіз астына түсіп, медиаларды алып сата бастайды. Сөйтіп барлығы ойдағыдай кете бастайды. Эфе болса әкесін таң қалдырып жүр. Ұстазы Эфеге бір қыздың ойнап жатқан видеосын көрсеткен кезде, ол бір көргеннен-ақ еш қатесіз ойнай алады. Әке өз көздеріне сене алар емес. Ұстазы оған бұл қабілетпен Эфе консерваторияда оқуы керектігі туралы және бұл бойынша көмектесетіні туралы айтады. Али шабыт алып, ұлының болашағын ойлай бастайды. Жолда Алиге әкесі хабарласады. Ол су астына түсіп инжу алмақшы екен. Али қанша жоқ деп айтса да, шал айтқан сөзінен қайтпай суға түседі. Бірақ та әкесінің халі нашарлай бастайды. Шал оны білдірмеуге тырысады. Ол Алиге ішке кіріп кішкене тынығып алуды айтып, өзі кемені басқаруға кіріседі. Эфе болса ұйықтайын деп отыр. Жел баланың қолындағы қағазды ұшырып, суға кетеді. Эфе оны ұстау үшін артынан суға секірді. Хашмид немересінің орнында жоғын көріп, тез артынан құтқару үшін суға секіреді. Бір кез Али тұрса, әкесі де баласы да жоқ. Артына қараса екеуі де суға шөгіп жатқан екен. Али тезде кемені сол жаққа бұрып, асыға жүзе бастайды. Артынан жүзіп келе жатқан баласын көріп Хашмид, тезірек бол деп айқайлайды да оның жүрегі тоқтайды. Я рядом. Али тек баласын құтқаруға ғана үлгереді. Арадан күндер өтті. Али әкесін ұмыта алар емес. Ол әкесін жылап еске алады. Баласы өзін түсінуін қатты қалайды. Одан бір рет күлуін, әке деп айтуын, тым болмаса құшағына жатуын қалайды. Соның өзі Алиге үлкен күш беріп, қайта шабыт жинауға көмектесетін еді. Алайда бала мұң қақпай, орнынан тұрып кетіп қалады. Алидің жаны қиналып, не істерін білмей қалды. Ашуланған әке кемесін сатып жібереді. Ол күні бойы ішкілікке беріліп жүреді, және Гюнул әпкесінің үйіне келіп, ішіндегі дертін айтады. Әпкесі Алиді тани алар емес. Эфе болса сол жерде ұйықтап қалады. Өмірге қатты түңілген Али, Лилаға баланың керегі жоғын естігеннен кейін, бала үшін жауапкершілікті алғанын есіне түсіреді. Ол түнде судың астында тоңып жатқаны туралы түс көреді де оянып кетеді. Таңертең ұстаз хабарласып, консерваториядан келетін мұғалімдердің қатысуымен өтетін мерекелік кешке Али мен Эфені шақырады. Әке қуана келісіп, заттарын жинап ұлымен жолға шығады. Олар Стамбулға келіп, арзан қонақ үйге орналасады. Коридорда әйелдердің айғайласып тұрғанын естіп, баласы қорықпас үшін ертерек шығып кетеді. Олар концертке ерте келеді. Мереке басталмас алдын дайындық көруі керек екен. Дайындалу барысында Эфенің көңіл күйі болмайды. Бала тағы үн қақпай отырады. Али не істерін білмей, шарасыз күйге түсіп қалады. Сөйтіп бір уақыт мереке басталады. Сахна артында Али баласымен отыр. Ол әлі күнге дейін өзінің кім екенін түсінбейтінін, баласы оны жақсы көреді ме жоқ па білгісі келетінін айтады. Бір рет болса да әке деп айтса, соның өзі жеткілікті еді. Али баласына су әкелу үшін кеткенде, бала орнынан тұрып сахнаға шығады және пианино қасына келіп отырады. Бала бір кездері таспен ойнап отырған кезінде, ұйықтап жатқан әкесіне қарағанын есіне алады. Ол пианиноны керемет ойнап жатып, әкесіне қарайды. Али бұған сенбей, жай солай көрінді деп ойлайды. Алайда Эфе әкесіне көзін үзбей қарап тұрады. Көзі жасқа толған Али қуаныштан жарыла жаздайды. Сөйтіп Эфе керемет ойнап, жұрттың құрметіне ие болады. Ол үлкен мұғалімдердің көзіне түседі. Эфе өз шығуын аяқтағанда Али оның қасына келіп құшағына басады. Сол уақытта Эфе әке деген сөзді айтады. Бұл сөзді қаншама жылдардан күтіп келе жатқан Али қуаныштан есін жоғалтады. Али бақыттан басы айналып, өзін қоярға жер таппайды. Және ұлын құшақтап, әлі бәрі алда екенін айтады. Сөйтіп сол жерде фильм өз соңына жетеді. Достар, шолу сіздерге кішкене болса да ұнады деген үміттеміз. Осымен біздің видео өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болайық.